Үш аю ертегісі. Ертеде бір кішкентай қыз болыпты. Бірде ол орманға барып адасып кетеді. Қайтар жолды іздеп жүріп, қалың ағаштар арасында тұрған ескі үйге кезігеді. Есігі ашық тұр. Қыз ішке кіреді. Бөлмеде ешкім көрінбейді. Бұл үйде үш аю тұратын. Ең үлкені әкесі, одан кейінгісі шешесі, үшіншісі кішкентай қонжық. Үшеуі бұл кезде орман аралап серуендеп кеткен. Бөлме ортасында үлкен ағаш үстел мен үш орындық тұр. Үстел үстінде ас құйылған үш ыдыс бар. Олардың бірі үлкен табақ, екіншісі орташа, үшіншісі кішкентай көк табақ. Әр ыдыстың қасында қасықтары жатыр. Қыз ең үлкен қасықты алып, үлкен ыдыстағы тағамның дәмін татады. Астың дәмі ұнамайды. Содан кейін орташа қасықпен екіншісін, кішкене қасықпен үшіншісін көреді. Бәрінен де оған көк табақтағы ас ұнайды. Қыздың қарны аш еді. Енді ол отырып тамақтану үшін өзіне орындық таңдайды. Ең үлкен орындық, одан кейін кішірегі, ал үшіншісі қонжықтікі. Қыз қонжықтың орындығына отырып, көк табақтағы тамақты ішіп алады. Қарны тойған ол кішкентай орындықта ары-бері шайқай ойнайды. Ақырында оны сындырып, өзі жерге құлайды. Қолмен қонжықтың қасығын қағып жібереді. Қасық ұшып барып, бұрышта тұрған сандықтың астына кіріп жоқ болады. Қыз орнынан тұрып, келесі бөлмеге кіреді. Бұл жерде үш төсек бар екен. Қатты шаршаған қыз осы қонжықтың орнына жатып, тәтті ұйқыға батады. Бұл кезде орманды аралап шаршаған, әрі қарындары ашқан аюлар үйлеріне оралған еді. Ішке кірген олар алдымен тамақтанбақшы болады. Ең үлкен аю өз табағына қарап, жуан даусымен: «Менің ыдысыма тиіскен кім?» деп ақырады. Анасы да ыдысына қарап: «Менің табағымды орнынан қозғалтқан кім?» дейді де ашуланып. Кішкене қонжық жіңішке даусымен: «Менің тамағымды мүлдем ішіп қойыпты», дейді көк табақты қолына алып. Аюлар ішкі бөлмеге кіреді. «Ой, менің төсегімде біреу жатыр», дейді қонжық таң қалып. Аюлар қонжықтың төсегіне жақындайды. Маужырап ұйықтап жатқан кішкентай қызды көреді де үшеуі жамырап: «Қара мұны, ұстаңдар, ұстаңдар, ұста оны!» деп айқайға басады. У-шудан оянып кеткен қыз жанында тұрған үш аюды көреді. Қатты қорыққан ол ашық тұрған терезеден жерге секіріп түседі. Алды-артына қарамай қаша жөнеледі. Қызды ұстай алмаған әкесі, анасы және қонжық үшеуі артта қалады.